Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін творожный пирог жасаймыз. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған сармайымызға шекерімізді, жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен немесе шанышқымен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырылып болған соң ұнымызды екі бөліп саламыз. Үстіне разрыхлитель салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды формочкаға саламыз. Формочкамызды ең алдымен шет жақтарын майлап аламыз. Салмасына бізге ірімшік, шекер, жұмыртқа және лимонның цедрасы керек болады. Лимонның цедрасын салмасаңыздар да болады, қалауыңызша. Блендермен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тестамызды шанышқын көмегімен осылай тесіп шығамыз. Үстіне салмасын салып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирогымызды бірден кесіп формасынан шығарып алмаңыздар, әйтпесе салмасы ағып кетеді. 2-3 сағаттай холодильникте тұру керек.